Ұлттық құндылықтардың бастауы әрине бұл отбасы. Әке отбасының тірегі болса, ана берекесі. Көзін ашқаннан, көргенімен естігені бала жадында тасқа басқан хаттай жазылып қалатыны анық. Бүгін міне, 3-ші гүлдер бөбекжайының бүлдіршіні Ілияс және оның ата-анасы мен Бөрлі ауданы Ақсай қаласының өлкетану музейіне саяхатқа келдік. Саламатсыздар ма? Кіріңіздер, қош келдіңіздер. Балам қараңыз, бұл біздің батыр бабаларымыздың жауға шапқандағы біздің қалқан деп аталатын бабаларымыз ұстаған, жаудан қорғанған батырларымыздың құралы. Бұл енді біздің батыр бабаларымыздың жауға шапқандағы 5 құралы. Бұл қалқанмен шектелмейді. Сонымен қатар қылыш, садақ, шоқпар деген сияқты біздің жауынгер ұстанатын сондай бір құралдар болған. Енді біздің батыр бабаларымыз осы елді жаудан осы құралдармен қорғаған. Сен де өскенде осылай елді осындай бір табандылығымен елді қорғайтын батыр боласың. Басқан трамыз, бозым нету атымыз, кел дара ежері, қазақ дейтін халқымыз. Балам көрдің ғой да, мына біз деген қазақтың киіз үйінде отырмыз. Қазақтар ежел кезден бастап қонақ жай болған, қонағын құдайындай күткен деп айтады. Қаншама нәрсенің барлығы қонақтарды сыйлау үшін, жалпы қазақтың өзінің дәстүрін сақтау үшін көрсетілген.